بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ассаламу алейкум достар. Бізде араб тілі екінші күн елеп адамда қосылғанша біз кешегі тақырыпта бір қайталай жіберейік. Сосын жалғастырамыз кешегі тоқтаған жерімізден. Есіліп тұр деп ойлаймын. Бисмилля. Кеше біз өттік. Арабша үшке бөлінеді деп. Арабша үшке бөлінеді. Олар диалект. Достар, кешегі эфир көрген болсаңыздар, кешегі эфирге қатысты сұрақтарыңыз болса, төменге комментке жаза беріңіздер сұрақтарыңызды. Диалект бұл әртүрлі елдерде қолданылатын арабша сөз, оны өтпейміз. Фусха дедік. Фусха ол ресми араб тілі, кітаптарда, газет журналдарда, телевизорлерде қолданылатын. Сосын ежелгі араб тілі, арабша. Біз ежелгі арабшаны өтетін боламыз. Неге? Себебі ежелгі араб тілі, Құранның тілі сол ежелгі арабша. Так, әзірге сұрақ, коммент көріп жатқан жоқпын. Сосын арабша сөздер үшке бөлінеді деп айттық. Арабша сөздер үш топқа бөлінеді. Исм ол біздегі зат есім, сын есім дегендер ғой. Зат есім, сын есім, сан есім, оны айттық. Сосын фиғыл дедік. Фиғыл ол іс-әрекетті білдіретін сөздер. Қазақшада етістік деп қояды. Сосын өттік біз харф дедік. Харф дегеніміз бір өзі мағына бермейтін, өзінен кейін сөз келмесе бір өзі мағына бермейтін сөздер. Харф араб тілінде өте көп, Құранда өте көп. Харф бізде қазақшада жалғау, жұрнақ дейді. Жалғау, жұрнақ. Есіліп тұр ғой да? Плюсик салып кетіңіздер, өтініш. Мен коммент көріп тұрған жоқпын. Жалғау, жұрнақты айтамыз. Сонымен біз бірінші мысалға бір сөйлемді алайық, содан. Так, мысалға мен дүкенге бардым. Мен дүкенге бардым. Дүкенге бардым деген сөйлемде бізде бұл жерде исм харфи қылтабайық. Бардым деген іс-әрекет. Бұл бізде не болады? Фиғыл болады. Мен деген бұл исм деп айттық. Бұл бізде исм болады. Зат есім, дүкенге қайда бардық? Дүкенге бардық. Бұл да исм болады. Көрініп тұр. Жақсы, рахмет достар. Жауаптарыңызды көрдім. Бұл исм. Бардым деген бізде фиғыл. Оны былай белгіледік. Қайталап кеше тақырыпта. Исм, так. Фиғыл деп айттық. Дүкенге бардық. Так. Сосын исм, фиғыл түсінікті болды деп ойлаймын. Сосын біз исмді жеке-жеке қарастырамыз. Исм сөздердің 4 сипаты бар деп айттық. 4 сипаты. Бірінші ол статус. Бірінші статус. Статус. Неғынан деп өкпет. Статус. Неғынан деп өкпетті. Статус. Так, сұрақ жоқта кеше тақырыпқа байланысты. Сонымен статустың түрлерін айттық. Рафха, насып, жар дедік. Рафха, насып, жар дедік. Так, рафха дегеніміз, рафха, бұл фиғылды орындаушы дедік. Орындаушы. Фиғылды орындаушы, ол рафха. Яғни фиғыл деген іс-әрекетті орындаушы сөйлемдегі рафха болады. Насып дегеніміз
бұл фиғылдың толықтырушы сөздері. Фиғылды толықтырушы сөздер насып болады бізде. Мысал келтіреміз. Сосын харф дедік. Харф дегеніміз, жар ғой бізде. Үшінші түрі статустың жар. Бұл кімнің, ненің деген сұраққа жауап беретін сөздер әзірше. Кімнің, ненің деген сұраққа жауап беретін сөздерді біз жар деп айтатын болдық. Мысалы, Алланың елшісі дедік та. Алланың елшісі. Бұл жерде елшісі бұл бізде рафқа болып тұр. Рафқа Алланың кімнің? Алланың елшісі, сондықтан бұл бізде жар болып тұр дейміз. Енді тағы басқа мысал. Мен дүкенге бардым. Бұл қазақша мысалдармен. Бардым бұл бізде іс-әрекет, сондықтан ол фиғыл. Мен фиғылды орындаушы кім? Мен бардым, сондықтан бұл бізде рафқа болады. Дұрыс қой. Енді фиғылға қатысты сұрақтар қоямыз. Іс-әрекетке. Неге бардым? Дүкенге. Қайда бардым? Қайда бардым мысалы. Бұның бәрі фиғылдан туып жатыр да, іс-әрекеттен. Қайда бардым? Осы сұрақтар жауап беретін сөздердің барлығы насып. Қайда бардым? Неге бардым? Кіммен бардым? Тағы, қашан бардым? Дұрыс қой. Неге бардым? Затқа бардым да, дүкенге зат алуға бардым. Неге бардым? Жазып қойып. Дүкенге зат алуға бардым. Бұл зат алуға, бұл бізде насып болады. Түсінікті ғой? Қайда бардым? Дүкенге бардым. Бұл да бізде насып болады. Себебі фиғылды толықтырып тұр. Кіммен бардым? Дос, ініммен бардым дейік. Ініммен бардым. Бұл да бізде насып болып тұр. Дұрыс қой. Қашан бардым? Кеше бардым. Дүкенге ініммен зат алуға кеше бардым. Қашан бардым? Кеше бардым. Бұл фиғылды толықтырушы сөздер болғандықтан барлығы насып болады. Түсінікті ғой? Насыптарды сарымен белгілейік. Ініммен бардым. Кіммен бардым? Ініммен бардым. Насып болып тұр. Неге бардым? Зат алуға бардым. Насып болып тұр. Қашан бардым? Кеше бардым. Енді жар дегеніміз кімнің ненің деді ғой? Көршімнің дүкеніне десек мен жерге. Көршімнің дүкеніне десек. Дүкеніне. Енді көршімнің деген бұл бізде жар болады. Неге? Себебі жар дегеніміз біз айттық. Кімнің ненің деген сұраққа жауап береді. Бұл бізде жар болады. Бұл етістікке қатысы жоқ сөз ғой. Дүкенді сипаттап тұр ғой. Жар. Сондықтан көршімнің дүкеніне бардым. Бұл бізде жар болады. Түсінікті ғой қазақша сөйлемде әзірше. Сонымен кеттік. Бұл түсінікті болды деп ойлаймын. Рафқа дегеніміз бұл бізде іс-әрекетті орындаушы. Насып дегеніміз фиғылды іс-әрекетті толықтырушы сөздер. Жар дегеніміз кімнің ненің деген сұраққа жауап беретін сөздер. Бұны біз таптық. Енді бұл қазақша сөйлемдер. Біз қазақша сөйлемдерге сұрақ қоя аламыз да, мағынасын түсінеміз, сұрақ қоя аламыз. Бірақ Құран бізде арабша ғой. Мысалға, Бақара сүресінің 251 аятын алайық. Бақара сүресі 251. Міне, осы аятта, Бақара сүресінде аят бар осындай. Біз осыдан енді қалай насып рафқаны табамыз? Біз енді сөздердің мағынасы түгел қай сөз ажырата алмаймыз ғой әзірге.
бірақ бізге табу керекпіз. Қалай табамыз? Мысалға осындай аят бар. Қалай табамыз насып жарды? Ол үшін қазір сіздерге былай мысал келтірейін. Міне. Мына жерде 3 сөйлем тұр арабша. Көрініп тұр ғой, да? Көрініп тұр. Так. Сағада әл-мударрису әт-талиба дейді. Әт-талиба мына жерде алиф қалып қойған сияқты меніңше де. Осыдан біз не тауып әт-талиба мына жерде де алиф қалып қойған сияқты меніңше осы. Осы сөйлемнен біз нені тауып көрейік? Әт-талиба. Насып жарды тауып көрейік. Тәнуинге немесе соңында касра дамма фатха арқылы табамыз. Өте дұрыс. Соған практика жасайын жатырмық. Мысалға бізде осындай 3 сөйлем бар да. Мағынасы айтамын. Сағада деген көмектесті деген сөз. Әл-мударрису деген бұл бізде мұғалім деген сөз. Мударрис деген мұғалім. Әт-талиба деген талиба бізде талапкер дейміз ғой. Талиба деген студент деген мағынасы. Сонымен мына сөйлемді қалай аударамыз? Әс-сағада біз айттық көмектесті деген бұл фиғыл. Әл-мударрису деген мұғалім. Әт-талиба дегеніміз талапкер. Мына сөйлемді енді біз айттық фиғылды айттық, фиғыл таптық мағынасымен. Әс-сағада көмектесті. Кім кімге көмектесті? Қалай табамыз? Әл-мударрису деген мағынасы мұғалім. Бұл у деген даммамен бітті, у. Біз айттық, умен бітсе егер есім, онда ол іс-әрекетті орындаушы рафға статусында тұр. Яғни біз мынаны қалай аударамыз? Мұғалім көмектесті. Мұғалім көмектесті. Кім көмектесті? Мұғалім. Мұғалім рафқа болып тұр. Қайдан білдік? Оны мына у арқылы білдік. Біз айттық қой белгілерін, статустың белгілерін. У немесе он ол рафқа, насыптың белгісі ән немесе ә, жардың белгісі ин немесе и. Мына сөйлемде көмектесті. Кім көмектесті? Мұғалім. Бұл жерде рафқа болып тұр. Қайдан білдік? У мен бітіп тұр, сондықтан білдік. Кімге көмектесті? Әт-талиба. Студентке көмектесті. Бұл фиғылдың толықтырушы сөз болып тұр. Қайдан біліп тұр? Насып болып тұр. Ол соңғы әмен бітіп тұр. Ән немесе ә бітсе ол насып болады. Сондықтан бұл бізде әт-талиба насып болып тұр. Түсінікті ме? Мұғалім студентке көмектесті. Дұрыс қой. Мына умен бітіп тұр, сондықтан бұл фиғылды орындаушы әл-мударрису. Сағада әл-мударрису әт-талиба. Енді келесі сөйлемді қарайық. Сағада бұл да көмектесті. Әл-мударриса мұғалім, әт-талибу бұл талапкер. Енді аударатын болсақ, сағада дегеніміз бұл көмектесті деген сөз. Кім кімге көмектесті? Екінші сөйлемде. Бұл жерден біз рафқаны табамыз. Рафқаның белгісі дамма дедік. Бұл жерде даммамен бітіп тұрған сөз бізде әт-талибу. Яғни талапкер деген бізде рафқа болып тұр. Яғни іс-әрекетті орындаушы, фиғылды орындаушы. Сондықтан бұл бізде рафқа болады. Яғни студент көмектесті. Кімге? Әл-мударриса насып болып тұр. Оның белгісі фатха. Яғни ә деген дыбыспен бітіп тұр. Сондықтан бұл бізде насып болады. Әл-мударриса насып болады. Сонда сөйлеміміз қалай аударамыз? Көрдіңіздер, насыптердің не үшін қажет екені? Біз осылай фатха дамма арқылы білеміз. Фатха болса ол бізде насып болады. Сонда мына сөйлемді аударсақ, көмектесті. Студент мұғалімге көмектесті. Дұрыс қой. Енді үшінші сөйлемде де рафқаны тауып көрейік. Сағада көмектесті. Орындаушы кім? Рафқашы кім? Талиба ма әлде мударрису ма? Біз айтты рафқаның белгісі ун немесе у. Әл-мударрису. Мұғалім көмектесті. Жасымен белгілейміз. Кімге? Әт-талиба. Талиба бізде насып болып тұр. Себебі даммамен бітіп тұр. Түсінікті ме? Осылай біз орындаушыны іс-әрекетті
рафғаны насыпты осылай біз белгілермен табамыз. Мысалға мына аятты көрейік. Сіздерге сұрақ қояйын. Так. Сіздерге сұрақты мына жерден қоямын. Қаталя. Так. Сосын жаңа тақырыпты өтеміз. Қаталя Дәууда Жәлуда. Мына сөйлем міне. Аятта. Бақара сүресінің 251 аят. Қаталя деген бұл фиғыл бізде. Асын сызбайын. Мағынасы өлтірді деген сөз. Енді Дәуд деген тұр ма жерде? Мына Дәуду деген Дәуд деген Дәуд пайғамбар, Жәлют деген Жәлют адамның аты. Дәуд пайғамбар, Жәлют. Енді Қаталя деген өлтірді деген сөз. Кім кімді өлтірді? Қайдан білеміз? Қалай дұрысты? Мына сөйлемде. Қаталя Дәуду Қаталя Дәуду Жәлута. Дәуд пен Жәлют. Екеуі бір-бірін кім кімді өлтірді? Сұрақ сіздерге. Рафхан табас, сол бізде іс-әрекетті орындаушы бірінші рафхан табас. Қаталя кім кімді өлтірді? Сұрақ. Рафхан табамыз. Рафхан белгісі біз айттық. Эфирде біреу бар ма? Жоқ бай. Кішкене күтейік. Дәуду бізде рафа болып тұр. Оның белгісі дұрыс, өте дұрыс. Дәуду. Сонда Дәуд өлтірді. Енді толық насып табамыз. Жәлута әмен біттір. Жәлют деген бізде толық тұрушы болып тұрды. Яғни насып. Сонда Дәуд Жәлютті өлтірді деген мағына шығады. Көрдіңіз бе? Рафқа дейді. Дұрыс, керемет. Сонымен бұл біздің кеше өткендеріміз қайталау. Сонымен исмнің статусын айттық. Исмнің статусы. Осы жаңа айттық қой арабшадан статусы. Исмнің сипаты ғой. Сипаты. 4 сипаты бар дедік. Біз бірінші әзірге біз талдап отырғанымыз статус. Статус. Көрдіңіз бе, не үшін қажетті статус? Сонау сөйлемдерде жаңа орындаушыны, толықтырушы сөздерді табу үшін керек. Статус. Статустың 3 түрін рафха, бұл түрлері насып, жар дедік. Бұл түсінікті деп ойлаймын да. Енді біз бұларды қазақша сөйлемдерде сұрақ қою арқылы таптық. Қазақша сөздерге де. Енді біз арабшасы оқатқасы көп сөздерді біле білмейміз. Сондықтан біз оларды қалай табамыз? Белгілері арқылы табамыз. Белгілері. Статустардың белгілері бар. Біз айттық дыбыс арқылы. Дыбыс арқылы бірінші. Дыбыс арқылы. Так. Статустың белгілері дыбыс арқылы білеміз арабша сөздерді. Ол ун немесе у болса, ол бізде рафха болады. Ол бізде рафха, радик. Ан немесе ә болса. Ан немесе ә болса, бұл бізде насып болады. Себебі біз нені білмейміз ол. Мағынасын сұрақ қоя алмаймыз. Сондықтан осындай біз белгілері арқылы табамыз. Ин немесе и болса, бұл бізде жар болады. Енді біз кеше үй тапсырмасы болды, бір сөзді жаттаймыз деген. Ол қандай сөз болды бізде? Кеше айттық, бір сөзді жаттау керек деп. Муслимун деген біз мысалды келтірдік. Муслимун деген сөзді келтірдік. Міне. Көшіріп алайық. Муслимун. Бұл біз бұның статусын білу үшін соңғы дыбысына қараймыз. Белгілері, статустың белгілері соңғы дыбысына қараймыз. Муслимун. Унмен бұтса, бұл бізде рафха болады. Ун немесе у болса. Муслимун немесе муслиму. Муслимун болса, бұл
ауыр түрі, жеңіл түрі муслиму рафан. Келесі насыптың түрі муслиман. Бұл ауыр түрі. Неге? Себебі екі фатха болып тұр ғой. Ал жеңіл түрі муслима болады. Бұл насып. Дұрыс қой. Үшіншісі белгісі ин. Муслимин. Муслимин болса жар. Бұл ауыр түрі немесе муслими. Бұл бізде жеңіл түрі. Муслима болса насып болады. Оны қайдан білдік? Соңғы дауысынан білдік. Муслими болса, бұл бізде жар болады. Қайдан білдік? Соңғы дыбысына білдік. Негізі дыбысы муслим ғой, соңғы дыбысы өзгеріп тұр. Статусты осылай дыбысы арқылы ажыратамыз. Бұл бірінші. Сосын біз айттық, мынау жеңіл түрі қазір. Ауыр түрі болса тәнуинмен келеді. Муслимун, муслима, бұл жеңіл түрі насыптың, ауыр түрі муслиман болады. Ойлай айтып мен. Муслиман ауыр түрі насыптың, сосын муслимин. Бұл жар. Біз дыбыс арқылы өттік, бұны түсіндік та, бұған сұрақ жоқ қой. Келесі жаңа сөздер. Біз мына сөзді қалай жаттаймыз? Муслимун рафа дейміз, муслиман насып дейміз, муслимин жар дейміз. Осылай жаттаймыз. Енді бізге келесі жаңа сөздер үйренеміз. Кеттік. Муслимани. Сосын муслимайни. Сосын муслимайни, тағы да муслимайни. Бізде жаңа сөзі қосылды. Муслимани, муслимайни. Мына екеу, соңғы екеу бірдей. Муслимайни. Мынау да бірдей. Муслимайни. Тек біріншісі муслимайни. Жаңа сөздер. Сосын тағы да түсіндірем бұлардың не мағынасы қандай екен. Әзірге осыны оқып жаттай беріңіздер. Муслимайни. Муслимун, муслиман, муслимин. Муслимайни. Тағы бір жаңа сөз. Муслимуна деген сөз. Муслимуна деген жаңа сөз. Сосын муслимина. Муслимина деген бұл да қайталанады. Муслимина. Мағынасын түсіндіреміз. Жаңа сөз муслимуна, муслимина. Біз айттық, муслимун рафа дедік да, дұрыс қой. Муслиман насып дедік. Муслимин жар дедік.
Енді мына муслимани, мына бірінші қатар бізде барлығы рафқа болады. Рафқаның мына белгілерін өтіп отыр ғой. Мына бірінші бізде рафқа болады. Муслимани рафқа болады. Мына екінші қатар бізде жар болады. Барлығы. Насып болады. Мына үшінші қатар бізде жар болады. Мына біз белгілері. Муслимун біз айттық рафқа деп, оның белгісі дыбыс арқылы. Екіншісі муслиман, екіншісі ол насып белгісі дыбыс арқылы. Муслимин бұл бізде жар белгісі дыбыс арқылы. Енді келесі жаңа сөздер, бұлар бізде комбинация арқылы білеміз. Бірінші қатардың барлығы рафқа, екінші қатар насып, үшінші қатар бізде жар. Муслимани бізде бұл рафқа болады. Муслимайни насып болады. Муслимайни бұл екінші бірдей. Муслимайни бұл бізде жар. Келесі муслимуна бұл бізде рафқа. Муслимайни насып, муслимайни муслимина насып, муслимина жар болады. Кестеден көрсетейін. Түсінікті болу үшін. Міне, біз кеше айттық, муслимун рафқа дейтін, рафқа деген сөз ол. Муслимун рафқа, муслиман насып, муслимин жар. Енді муслимани, ол да бізде рафқаның белгісі болады. Муслимани. Егер бізде әнимен бітсе сөз, соңғысы әнимен бітсе, ол бізде рафқа болады. Муслимина бұл бізде насып жар. Муслимина бітсе, онда біз оны насып дейміз. Муслимина. Келесі муслимуна, бірінші қатар бізде барлығы рафқа. Муслимуна бұл бізде рафқа болады. Муслимина насып болады. Муслимина жар болады. Оны дейді. Енді бұл, қараңыз, егер арабтар бір зат туралы айтатын болса, мысалы, бір затты рафқа түрінде айтатын болса, муслимун дегенді қолданады. Муслимун деген сияқты, ун деген дыбыс арқылы қолданады. Егер бір зат туралы айтқысы келсе, рафқа статусында. Мұнан көрсетейінші. Муслимун бұл бір затты рафқа түрінде айтатын болса, муслимун дейді. Егер бір затты насып түрінде айтатын болса, муслиман дейді. Бір затты жар түрінде болатын болса, оны муслимин дейді. Енді арабтарда 1, 2, 3 деп бөлінеді көпше түрде. Екі зат туралы айтатын болса, рафқа түрінде, онда муслимани болады. Муслимани. Екі затты рафқа түрінде айтатын болса, муслима әни деген комбинацияны қосады. Әни, мұнаның мағынасы екі мұсылман деген сөз. Біріншісі барлығы мұсылман. Екінші колонка белгіленіп тұрған. Бұл екі мұсылман деген мағынаны білдіреді. Екі мұсылман, муслимани, екі мұсылман, бірақ рафқа статусында. Келесі муслимайни, екі мұсылман деген сөз, бірақ насып статусында. Үшіншісі муслимайни, бұл да екілікті білдіреді, бірақ жар статусында. Насып пен жар бірдей. Муслимайни. Қалай білеміз дейді. Қалай білеміз? Соңғы комбинациясы әни, рафқан кіміні әни деген. Кетіп Мұна қатар бізде екілікті білдіреді. Муслимайни. Қазір мен сіздерге нені көрсетейін, бір кестені. Мына кестені сызып қойдық. Міне, үстінде бір деп тұр ғой,
муслимун бұл бір мұсылман, бір зат туралы айтып жатыр. Муслимун, муслиман, муслимин, бір зат. Бір мұсылман насып, бір мұсылман жар. Егер екі мұсылманды рафқа ететін болса, онда муслимани. Әни деген комбинация қосып тұр, көрдіңіз бе? Әни деген, егер сөздің соңында, исм сөздің соңында әни деген комбинация келсе, бұл екі әріп қой, алиф және нун. Әни деген келсе, онда ол бізде екі рафқа деп атаймыз. Екі рафқа. Келесі муслимайни. Бұл екі мұсылман, бірақ екі затта мысалға насып түрінде қоятын болса, онда бұны әйни деген жалғайды. Әйни деген жалғау сияқты. Әйни деген комбинация жасайды. Әріптердің қосындысы соны я мен нунның қосындысы муслимайни. Келесі муслимайни, бұл да жаруат. Бұл екі зат туралы айтатын болса. Енді көпше түрде мұсылмандар дейтін болса, мысалға кітаптар, мұсылмандар, адамдар, жындар дейтін болса, онда уна дегенде қосады. Ол рафқа түрде. Уна міне. Муслим деген түбірсіз, соған уна дегенді жалғап тұр. Уна. Муслимуна, бұл бізде рафқа болады. Муслимина, ина деген қосылып тұр сөзге. Бұл бізде насып болады, бірақ көпше түрдегі. Үштен үш немесе одан көп. Үш насып дейміз бұны. Сосын муслимина тағы ина қосылып тұр, бұны біз үш жар дейміз. Түсінікті болды ма? Түсінікті қиын болып кетті ме? Муслимун, муслиман, муслимун, муслиман, муслимин. Бірінші қатар бізде бұл. Бір зат туралы айтады, екінші қатар екі міне. Екі деп тұр, екі нәрсе туралы айтып отыр. Муслимани, екі мұсылман, бірақ рафа статусында тұр. Сосын муслимина, екі мұсылман, бірақ насып статусында тұр. Муслимина, екі мұсылман, бірақ жар статусында тұр. Мұна екеуі бірдей, соңғы екеуі. Мұн жақта да, егер көпше түрде айтасыз, мұсылмандар дейтін болса, уна деген комбинация жалғайды. Муслимуна, рафа, мұсылмандар, муслимуна, рафа, үш рафа дейміз. Себебі көпше түрде комбинациясы. Бұл белгілері ғой статусын. Муслимина, ина деген жалғанса, егер осындай комбинация, екі әріп муслим исмға, біз оны айтамыз. Бұл насып немесе жар деп. Муслимина, мұна екеуі бірдей. Муслимина, муслимина. Бұл көпше түр, насып пен жардың көпше түрі, осылай болады. Түсінікті ме? Бір зат туралы айтатын болса, китабун болса, бір кітап болса китабун, рафқа китабан насып болады, китабин жар болады. Екі кітап болатын болса, китабани болады, екі рафқа. Екі насып болса китабайни, китабайни. Мұна бізде шаблон, муслимун, муслимун деген кесте, осын жаттап алу керекпіз. Сол кезде біз егер сөздердің соңында тәнуин осындай унды кездессе, біз айтамыз, мұна бір рафқа деп. Әнді кездессе, мұна бір насып дейміз. Себебі біз мұна кестен жаттап аламыз. Егер инді кездессек, біз айтамыз, мұнау бір жар, бірді айналып тұқымы шекесінде тұр. Мұна қатар бір дегенді білдіреді, мұна екі дегенді білдіреді, мұна үш дегенді білдіреді. Дұрыс қой, үш немесе көп. Бірінші жол бұл бізде барлығы рафқа статусында тұр. Екінші жол бізде насып статусында тұр. Үшінші жол бізде жар статусында тұр. Үшінші жолдағының барлығы жар деген сөз. Енді белгілері бірінші қатарда бұлар дыбыс арқылы ун, ән, ин, ал екінші және үшінші неде колонкалар олар комбинация. Дыбыс емес, бұлар уже екі әріп. Біріншінде әни, сосын әйни. Бұлар әріптердің комбинациясы. Әйни. Міне, жерде айттық бірінші дыбыс арқылы. Біз енді жаңадан өткен тақырыбымыз бұл екінші комбинация, әріптердің комбинациясы арқылы. Әріптердің комбинациясы. Әріптердің бұл статустың белгілері ғой. Статустың белгілері. Әріптердің комбо деп қойып, комбо. Бірінші. Так, егер екілік болса, екі насып. Әни. Әни. Бұл бізде екі
рафқа дедік. Раф екі р дейік. Әни. Әни бізде екі рафқа. Оны қайдан білдік? Мына кестеде тұр міне. Муслимани, әни деген екі комбинация қосылып тұр. Бұл комбинация деп айтаймыз. Мына қататын екі рафқада тұр. Сосын келесі әйни. Әйни бізде бұл екі насып немесе жар. Неге? Оны қайдан алдық? Мына кестеде муслимани, екі рафқа, муслимайни насыпта да бірдей болып тұр, муслимайни жарда да бірдей болып тұр. Сұрақ, пример келтіресіз бе? Қалай бір сөз? Сұрақтарыңыз түсінбесеңіз қоя беріңіздер. Так, пример келтіресіз бе? Қалай бір сөз рафқа насып жар келеді? Міне біз муслим деген бір сөзді алып та, муслимнің ол әртүрлі өзгереді. Дыбыс арқылы немесе комбинация арқылы. Дыбысты кеше өттік. Он муслимун рафа, муслиман насып, муслимин болса, ин болса, соңғысы жар. Енді бүгін өтіп атқанымыз бұл комбинация. Сөздің соңында дыбыс емес, комбинация жалғанады. Муслим деген негізі түбір сөз ғой мына жерде. Соған комбинация жалғанып жатыр. Әни деген міне. Әни. Бұл екі рафа дейміз. Келесінде әйни деген комбинация. Әйни. Насып немесе жар. Күніге сабақ тегін бі? Тегін ғой, тегін, сабақ тегін. Бұл комбинация. Әйни дегеніміз екі насып немесе екі жар. Үшіншісі уна. Уна дегенді қайын таптық комбинация. Уна дегеніміз муслимуна. Соңғы дыбысына қараймыз ғой, соңғы комбинация. Уна, муслимуна бізде үш деген колонкада тұр. Үш деген колонкада. Сосын рафқа деген қатарда тұр. Үш рафқа. Уна деген бітсе, уна деген комбинациямен бітсе, егер сөз біз айтамыз, ол үш рафқа статусында тұр дейміз. Оны қайдан білдік? Уна үш деген қатарда тұр, үш деген рафқа жолында тұр. Келесі, насып пен жар көпше түрде бірдей болады. Муслимина, муслимина. Бітіп тұр бізде ина, ина деген комбинация жалғанып тұр сөзге. Ина, ина. Келесі ина. Бұл бізде үш. Міне, муслимина, муслимина. Бұл бізде үш насып немесе жар дейміз. Күніге, күніге сабақ күніге болады. Қазір біз мынаны түсініп алайық. Енді мысалдармен түсіндірейікші. Кеттік, мысалмен түсініп көрейік. Жерде бізде сұрақтар қойып, сіздер ажыратып көріңіздер. Сұрақ бар. Статустың түрлері. Статустың түрлері. Так, қазір сұрақ қоям сіздерге. Сіздер таба алады екенсіздер ме екен? Так. Өнемді өпіт. Қазір қайтарам. Онан әкел сайыншы. Так, бір минут. Окей, мына кетті. Сұрақ. Бірінші сөз. Ән-нәсу. Қай статуста тұр? Ән-нәсу деген қай статуста тұр? Комбинация өтір. Бұл комбинация, бірінші статус тауып үшін біз сұраймыз. Бұл комбинация ма, немесе дыбыспен бітіп тұр ма? Бірінші сұрақта болмадың рафқа насып жар деген не дейді? Қазір түсіндіреміз. Рафқа тағы насып жар дегенімізді түсіндіреміз қазір. Кеше сағ, бүгінгі сұрақта болғандар, сонымен мына сөз ән-нәсу дейді. Статусын тауып керек біз. Біз статустың белгілерін айттық.
дыбыспен бітеді, немесе комбомен бітеді. Міне, дыбыс арқылы статустың түрін дыбыс арқылы табамыз. Немесе әріптердің комбинациясы арқылы табамыз. Енді сұрақ, ән-нәсу бізде комбинация дыбыс па? Рафқа дыбыспен бітті, өте дұрыс. Келесі, нәфсин. Қай статуста тұр? Рафқа ма, насып па, жар ма? Нәфсин. Сұрақ, кешіріңіз, бірінші сабақта болмадым, рафқа насып дегенде тағы да бір айтамыз. Мына комбинация бүгінгі жаңа тақырып түсіндіріп айтайық. Нәфсин. Комбинация дыбыс па? Қай статуста тұр? Насып дейді, дұрыс, керемет. Бұл бізде дыбыспен бітті. Енді Аллахи. Бұл жерде бір ескерту. Біз мына жерде Алла деген бұл Аллах тағаланың есімі ғой. Біз бұл жерде айтамыз, Алла насып демейміз. Алла деген сөз деп айтамыз. Алла деген сөз насып статусында тұр. Айтып қойдым да уже. Алла деген келсе, біз айтамыз, Алла насып демейміз, Алла деген сөз насып дейміз. Келесі. Әл-хабису. Мынау ше. Мына сөз қай статуста тұр? Бұны ол үшін бірінші бір сұрақ қоямыз. Комбинация ма бұл? Әлде нема деп. Дыбыспен бітіп тұр ма? Комбинациямен бітіп тұр ма? Әл-хабису. Хабису. 9-шы. Насып па, жар ма, рафқа ма статусы? Әл-хабису. Насып па, жар ма? Так, триггер тұқстай. Сіздердің неңізді қабылдап насып дейді. Сіздер маған реквест жіберіңіздер, запрос жіберіңіздер, мен сіздерді қосайын. Прямо эфирге солай түсінікті болар мүмкін. Жар дейді. Жар емес қой. Әл-хабису. Насып қой. Әл-хабису. Триггер 96. Мен сіздікі эфирге қосып атырмын. Что-то қосылмай жатыр. Жарайды. 9 насып болды бізде, да? Оның белгісі дыбыспен бітіп тұр. Фатхамен. Так, 11-ді қалай ойлайсыздар? Статусы қандай? Биттайби. Насып жар. Биттайби. Статусы қандай? 11 жар, дұрыс, керемет. Нұр, Сұлтан, 11 керемет, дұрыс. Енді 13. 11 бізде жар болып тұр. Оның белгісі дыбыспен бітіп тұр. Келесі, хубан. 13. Насып па, жар ма? Рафқа насып жар. Бірінші сұрақ қоямыз, комбинация ма бұл? Әлде нема? Дыбыспен бітіп тұр ма? Бұл бізде дыбыспен бітіп тұр, да? Сондықтан 13-дің жауабы насып. Бұл жерде біз айтамыз, бұл дыбыспен бітіп тұрса, бір насып дейміз. Бір насып. Жақсы ма, достар? Суласа. Бұл да бір насып болып тұр. Себебі дыбыспен бітіп тұр, фатхамен, әмен бітіп тұр. Бір насып бат. Енді міне, 21-ді керек. 21-ді. Бір бізге түсінікті болды. Ва әл-валидани. Мынау. Осы сөзін 21. Әл-валидани. Бұл бізде рафқа ма, насып па, жар ма? Біз сосын санын айту керекпіз. 1 рафқа, 2 рафқа, 3 рафқа деген сияқты. 21. Бұл бізде комбинация. Қайдан біліп тұрып? Мынаған ұқсап тұр. Міне. Муслимани деген сөзге ұқсап тұр бұл. Муслимани. Әл-валидани. Соңғысы түсінікті ма? Әл-валидани. Бұл бізде комбинация. Комбинацияны мына үшін табамыз, міне. Мына алтауы бізде комбинация. Бұны дауыстап айту керексіздер. Муслимани, муслимайни, муслимайни, муслимуна, муслимина, муслимина. Осылай дауыстап жаттағаннан кейін біздер мынаны дауыстап оқимыз. Әл-валидани, әни деген комбинацияны біліп тұр. Бұл жерде бізде әни деген комбинацияны біліп тұрған мына сөз. Бұл бізде рафқа деген қатарда тұр, 2 деген колонкада тұр. Сонда бұның жауабы 2 рафқа болады. Вот керемет, 2 рафқа дейді.
Жасмин түсінікті болған сияқты. Тағы да кеттік. Бұны біз рафқа демейміз, екі рафқа дейміз. Себебі ол рафқа деген жолда тұр, бірақ екінші қатарда тұр ғой, мына қатарда, мына сөз ғой. Мына соңғы дыбысы комбинациямен бітіп тұр. Бұл сол комбинацияның белгісі бізде статусты айтады. Әнімен бітсе, бұл бізде екі рафқаны білдіріп тұр статусы. Келесі сөз. Әл-әқрабуна. Біз комбинация ма, дыбыс па? Мына дауыста оқимыз. Әл-әқрабуна. Уна бізде мына жақта бар ма? Муслимун, муслиман, муслимин. Муслимани, муслимайни, муслимайни. Муслимуна. Ұқсап тұр соңында. Муслимуна. Мына жақта әл-әқрабуна. 23. Комбинация ма? Әлде дыбыс па? Статусы. Үш рафқа деді. Керемет. Қайдан біліп тұр? Уна деген бізде мұсылман кесесін, муслим кесесін іздейміз. Уна дегенде муслимун, муслиман, муслимин жоқ. Муслимани жоқ. Муслимайни, муслимайни жоқ. Муслимуна. Міне. Муслимуна ұқсап тұр. Ұқсап тұрған жоқ, дәл келіп тұр соңға. Муслимуна. Бұл бізде комбинация. Комбинация қайсысы? Рафқа деген жолда тұр. Үш деген, бұл көпше тұр деген ғой. Үш рафқа болып тұр екен. Міне. 23. Әл-әқрабуна, муслимуна мен сәйкес келіп тұр соңға. Комбинация. Сондықтан бұл бізде үш рафқа болып тұр. Түсінікті ме? Білдана үш рафқа деді. Керемет. Келесі. 25. Әл-унсайни. Әл-унсайни. 25. Әл-унсайни. Бұл комбинация ма? Бірінші сұрақ. Комбинация ма? Дұрыс па? Немен бітіп тұр? Статусын табу үшін бір сұрақ қоямыз. Бұл исм сөз. Комбинациямен бітіп тұр. Дұрыспен бітіп тұр ма? Сұрақ. Бұл комбинациямен бітіп тұр ма? Дұрыспен бітіп тұр ма? 25 сұрақ. Әл-унсайни. Әл-унсайни. Комбинация ма, дыбыс па? Соңғы. Ол үшін біз бұны дауыста оқи. Әл-унсайни. Мына кестерін оқимыз. Қатып қалды? Ассаламу алейкум, достар. Wi-Fi-міз кетіп жатыр. Екі насып. Так, бізде 25 сұрақ болған. Әл-унсайни. Бір сұрақ қоямыз. Бұл комбинация ма или дыбыс па? Сұрақ. 25. Комбинациямен бітті ма, дыбыспен бітті ма? Дыбыс дегеніміз. Ән, ин. Комбинация дегеніміз. Әни, әйни, әйни. Немесе уна, ина, ина. Комбинация ма, дыбыс па? 25. Екілік дейді. Нұрсұлтан. Я, екілік. Оны қайдан білдік? Бұл комбинация. Қайсымен сәйкес келіп тұр? Муслимун жоқ. Муслиман жоқ. Бұл бізде дыбыспен бітір. Муслимун бұл дыбыспен бітір. Комбинациялар мұна алтауы. Бұл екілік үштікке бөлінеді. Муслимани. Салыстырамыз. Әл-унсайни. Ұқсай ма? Жоқ, ұқсамайды. Муслимайни. Унсайни, муслимайни, унсайни. Ұқсап тұр, дұрыс па? Комбинация. Сондықтан бұл екілік. Екілік комбинация, дұрыс. Унсайни. Енді ол комбинация қайсысына келіп тұр? Алтаудың муслимайни. Мұна екеуіне келіп тұр. Муслимайни, унсайни, унсайни, муслимайни. Комбинация.
комбинацияның қайсысы? Екілік формадағы комбинация. Сондықтан біз бұны жауабы былай болады. Унсаяйни. Екі насып немесе жар. Жауап осылай болады. 25-тің жауабы. Комбинацияның қайсысы? Екі насып немесе жар. Әзірге осылай айтамыз. Кейін біз точно айтатын, кейін алда 1-2 сағаттан кейін точно айтатынымыз бұл екі насып или екі жар деп. Әзірге екі насып жар. 25. Түсінікті болды ма? 25 комбинация, екілік. Ар-рубу-у. 27 комбинация ма? Дыбыс па? 27. Статусын айту керекпіз. Бірінші сұрақ, статусын табу үшін бірінші сұрақ қоямыз. Бұл бізде комбинация ма? Дыбыс па? Ол үшін муслим кестесін ауызша айтамыз. Муслимун, муслиман, муслимин. Муслимани, муслимайни, муслимайни. Муслимуна, муслимина, муслимина. Дыбыс рафқа дұрыс керемет. Біз айттық, муслимун бұл ауыр түрі, жеңіл түрі муслиму. Муслиман ауыр түрі, жеңіл түрі бар насыптың. Муслима, муслимун жар ауыр түрі немесе муслими. Бізде 27 бір рафқа дыбыспен біттір. Келесі 29. Халидина. Халидина. Комбинация ма? Дыбыс па? Бірінші сұрақ қоямыз. 29. Халидина. Комбинация ма? Дыбыс па? Статусын табу үшін екі сұрақ қоямыз. Сосын мына кестені айтамыз. Бұл мұны муслим кестесі. Муслим кестесін айтамыз ауызша. Муслимун, муслиман, муслимин, муслимани, муслимайни, муслимайни. Ұқсап тұр ма? Халидина, жоқ. Муслимуна, халидина. Ұқсап тұр ма? Жоқ. 29. Сіз 29-да айтып тұр. Насып дейді. 29 насып дейді, достар. Қараңыздар. Жауап дұрыс емес. Неге? Себебі біз айттық. Статусты табу үшін бірінші комбинацияны іздейміз. Бірінші комбинацияны іздейміз. Муслимани ұқсай ма? Жоқ. Комбинацияны алтауы. Комбинацияны іздейміз. Муслимани ұқсай ма? Жоқ. Муслимайни ұқсай ма? Жоқ. Муслимайни ұқсай ма? Жоқ. Муслимуна ұқсай ма? Халидина жоқ санайды. Келесі. Муслимина. Муслимина. Дауыстап айту керексіздер, достар. Сол кезде ұғынасыздар міне. Комбинация ұқсап тұр ма? Халидина міне. Я сукунды на. Бұл комбинация келсе, онда біз мына бірінші комбинацияны табамыз. Комбинация алса болды, біз арғай дыбысты қарамаймыз. Көрдіңіз бе? Дыбысты насыпқа ұқсап тұр ғой. Бірақ бұл негізі комбинация. Бірінші комбинацияны іздейміз сондықтан. Көрдіңіз бе, достар, маған қайталатын. Бірінші комбинацияны іздейміз. Сосын екі комбинацияны таппасақ сөзден, онда уже дыбысқа кетеміз. 29. Түсінікті ме? 29 3 насып дұрыс, бірақ біз дұрыс болу үшін біз айтамыз 3 насып немесе жар дейміз. Себебі мұны екеуі бірдей ғой. Муслимина, муслимина. Насыбы да бір, жар да бір. Сондықтан жауабы халидина. Комбинация дейміз. 3 насып немесе жар. Түсінікті ме? Дыбыс рафқа деген жауап дұрыс емес. Себебі біз бірінші комбинацияны іздейміз. Екі комбинацияны таппасақ, онда дыбысқа кетеміз. Статусты білу үшін бірінші комбинацияны іздейміз. 31. 29 дұрыс болды ма? Түсінікті болды ма 29? Халидина деген. Не үшін? Насып немесе жар болып тұр. Үштік насып немесе жар. 29 жауабы. Халидина. 3 насып немесе жар дейміз. Бірінші комбинацияны іздейміз. Халидина деген, на деген бізде дыбыспен бітіп тұрған сияқты ұқсап тұр ғой. Бірақ бірінші комбинацияны іздейміз. Комбинацияны таппасақ, сосын барып біз бірлікке өшеміз. 3 рафқа гүлдана ғой. Түсінікті болды ғой да 29. Кеттік. Бірінші есте сақтау өте маңызды. Бірінші статусты товардан комбинацияға жүгінеміз, іздейміз.
Комбинация дегеніміз мына соңғы үшеуі. Мынау екілік комбинациялар, мынау үштік комбинациялар. Ерекшелігі. Мынау бірінші рафқа, екінші, үшінші жар. Мынау үштік комбинация ерекшелігі. Мынау рафқа, мынау жар, мынау насып, мынау жар. Мынау екеуінде де рафқа мен насыптары бірдей. Екілікте мысалға бірдей. Комбинация. Мынау үштікте де рафқа мен насыптың комбинациясы бірдей. Сонда бізге жаттау керек осы төртеуі ғой. Мынаны кеше өттік. Дыбысты кеше өттік, оны білеміз. Енді бізге мына әдейі сармен белгілеп қойдым ғой, сол комбинация бізде. 31 3 рафқа дейді. Керемет. Мына енді кеттік. Әл-муджримуна. Бұның статын табу үшін бірінші біз жүгінеміз. Комбинация ма, дыбыс па? Бірінші соны сұрақ қоямыз. Комбинацияны іздейміз. Ол үшін мына кесте муслим кестесін бір айтып шығамыз. Муслимун, муслима, муслимин. Муслимани, муслимани, муслимани. Муслимуна. Міне. Муслимуна. Соған ұқсап тұр, да? Муджримуна, муслимуна. Комбинация. Комбинацияның қайсысы 3 деген қатарда тұр. Сосын рафқа деген жолда тұр. Сондықтан жауабы 31-дің 3 рафқа болады. Дұрыс қой, Гүлдана, керемет. Келесі сұрақ. 33. Мунзирина. Статусты қай статус? Рафқа, насып, жар. Ол үшін біз бірінші комбинацияға жүгінеміз. 33-ті жауабы статусын айту керекпіз. Рафқа, насып, жар. 33-тің насып 3, насып, жар. Керемет. Қайдан білдік? Ина деген соңғы комбинацияны біттір. Ол үшін біз мына муслим кезесіне міне муслимун, муслиман, муслимин. Муслимун, муслиман, муслимин. Ұқсай ма соңғы? Соңғы ұқсамайды. Яғни, біз даже бірінші комбинацияны іздейміз дедік қой. Мына қатардан бастаймыз. Муслимани. Ұқсай ма? Мунзирина. Ұқсамайды. Муслимайни. Муслимайни. Мунзирина. Ұқсай ма? Жоқ, ұқсамайды. Мына екеуі бірдей, насып, жар бірдей. Келесіне өтеміз. Муслимуна. Уна. Соңғы комбинация, соңғысы. Мунзирина. Ұқсай ма? Жоқ, ұқсамайды. Сосын үштік комбинация. Муслимина. Мунзирина. Міне ұқсап тұр комбинация. Ина. Мунзирина. Яғни, мына екеуі бірдей болғандықтан біз айтамыз 3 насып немесе жар дейміз. 3 насып немесе жар. Керемет. Көрдіңіздер ме? Бүгінгі тақырып осы комбинация. Ненің барлығын өтіп сайық. Сосын Құраннан бір не келтіреміз, мысалдар. Мына сөздердің барлығы Құранда кезген сөздер. Мудиллина, самавати, аспанда, ассама, аспан деймін. Қайма тұрған дейсің. Мудиллина, адастырушылар. Бұның бәрі Құрандағы сөздер. Көрдіңіздер ме? Енді сұрақ 36 сөз. Мудиллина. Статусын айту керекпіз. Рафқа ма, насыпқа, жар ма? 36. Ол үшін комбинацияны жүгіп бір өтіп шығамыз. Муслимани, муслимайни, муслимайни. Ұқсай ма? Жоқ, ұқсамайды. Келесі. Муслимуна. Ұқсай ма? Әл-мудиллина. Ина деген іздейміз ғой. Ина дегеніміз міне муслимина. Муслимина. Сондықтан 3 насып жар дейді. Керемет. Дұрыс қой? 36. Мудиллина. Бұл комбинация болып тұр. Комбинацияның қайсысы 3 насып немесе жар. Мыналар дыбыс ун, ән, ин. Комбинация әни, әйни, әйни. Бұл екілік комбинация. Үштік комбинация. Үштік комбинация. Муслимуна, муслимина, муслимина. Достар, сіздерден өтініш комментке жазып жіберіңіз. Екілік комбинацияны жазып жіберіңіз бірінші. Қайсысы? Қай статус? Так, Жасмин екілік комбинацияны жазсын. Гүлдана үштік комбинацияны.
мысалға муслимани бұл екі рафқа, муслимайни екі насып немесе жар. Гүлдана муслимуна деп жазсын, қазақша кириллицамен жаза берсін. Сіз жазып көріңіздер. Муслимуна бұл үш рафқа деп өтініш комментке жазып жіберіңіздер. Осы кестені жаттау міндетті. Бұл фундамент араб тілінің есімге қатысты. Сондықтан мен сіздерден жазыңыздар деп өтінемін комментке. Жасмин, екілік комбинацияны жазу керек. Қай статуста тұр? Гүлдана, сізге үштік комбинация. Бұны жаттап алу керексіздер. Түсінікті ғой? Кеттік. Келесі. Так, мынаны өткен жоқпыз біз. Кеттік. Әс-самаа. Статусы. Әс-самаа. 32. Муслимани. Жасмин. Муслимани. Муслимайни. Муслимайни. Өте керемет. Статусын жазыпсыз жарайды. Бұл екілік комбинация. Муслимани міне. Жасминнің жазғаны осы. Рахмет. Енді соң қасына негізі нені жазу керек. Ол нені білдіреді? Не үшін жазып отыр? Себебі бұл комбинация. Қай комбинация? Екілік комбинация. Муслимани бұл екі рафқа. Муслимайни бұл екі нас. Муслимайни бұл екі жар. Себебі Құранда өте көп бұл сөздер. Көп сөздердің арасында осылай келеді. Айни. Сондықтан біз соны ажырату үшін осы, мынау бізде шаблон, осы шаблон жаттап алу керек біз. Жасмин, рахмет. Так, 32-ні жауабын кім айтады? Әс-самаа, насып, рафқа, насып, жар қайсысы? Мына жаттап алсаң, осы рет-ретімен жаттап алсаңыз оңай болады. Муслимун, рафқа, муслиман, жоғардан төмен қарай міне. Бірінші, бір, муслимун, рафқа, муслиман, насып, муслимин, жар. Муслимани, екі рафқа, муслимайни, екі насып, муслимайни, муслимайни, екі жар. Муслимуна, жоғардан төмен қарай. Үш рафқа, муслимина, үш насып, муслимина, үш жар деп. Енді әс-самаа. Так, бізде 32 әс-самаа. Статусы насып, рафқа насып жар. Бірінші комбинация ма, дұрыс па? Достар, 32-ні жауабы. Дыбыспен бітіп тұр. Әс-самаа. Қайсысы статусы? Әс-самаа біз айттық. Муслимун, муслиман, муслимин. Бұлар ауыр түрі, жеңіл түрі бар. Муслиму бұл рафқа, муслима, насып. Яғни бізде әс-самаа насып болып тұр. Дұрыс қой. Кеттік. Дыбыспен бітті. Дұрыс комбинация емес бұл дыбыс. Келесі. 30-ды өткен жоқпыз. 28. Әл-жаннатайни дейді. Әл-жаннатайни. Бақша. Әл-жаннатайни. Насып. Дұрыс, керемет, Жасмин, рахмет. 28. Келесі сұрақ. 28. Әл-жаннатайни. Бұны дауысы оқу керексіздер. Әл-жаннатайни. Статусы. Ол статустың белгісі бірінші. Комбинация ма, дұрыс па? Соны ажырату керекпіз. Әл-жаннатайни. Соңғы дыбысы әйни. Бұл комбинация ұқсайды. Кеттік. Муслимун, муслиман, муслимин жоқ, бұған ұқсамайды. Муслимани. Әл-жаннатайни жоқ, ұқсамайды. Муслимайни. Осы комбинация ұқсатты да. Муслимайни. Жаннатайни. Яғни бұл бізде 28 комбинация. Қай комбинация? Екілік комбинация. Міне, муслимайни. Екі насып немесе жар. Әл-жаннатайни. Статусын білу үшін бірінші сұрақ қоймыз. Бұл комбинация ма? Немесе дұрыс па? Комбинация болса қайсысы? Комбинация бізде шу. Муслимани. Алтауы. Муслимани. Муслимуна, муслимина.
яғни әл-джаннатайни муслимайни ұқсап тұр. Муслимайни. Сондықтан жауабы бұның статусы болады екі насып немесе жар. Керемет, Жасмин. Рахмет, Жасмин. Осылай белсенді болып отырайық, достар. Түсінбесеңіздер сұрайық. Muttakiina. Muttakiina. 26. Статусын. Muttakiina. Статусында қандай? Рафқа насып жар. Бұның бәрі Құрандағы сөздер. Көрдіңіздер ме? Muttakiina мен бітсе Құрандағы. Муслимина, муттакафирина, муслакафируна, кафирина деп көптеген сөздер бар. Әл-кафирина. Екі насып жар. Так, бұл бізде 28 ғой да, екі насып. 26. Әл-муттакиина статусын табу үшін біз сұрақ қоямыз. Бұл комбинация ма, дыбыс па? Бұл комбинация ұқсап тұр. Комбинация қайсысы? Екілік па, үштік па? Муслимани ұқсамайды. Muttakiina. Иина муслимайни айни ұқсамайды. Муслимайни ұқсамайды. Муслимуна. Muttakiina. Уна жоқ. Ұқсамайды. Муслимина. Комбинация. Комбинация ұқсап тұр. 26. Muttakiina. Муслиминаға дәл келіп тұр да, соңғы комбинациясы. Муслимина. Иина міне. Я сукунды намен келіп тұр. Muttakiina. Я сукунды нун фатхамен келіп тұр. Яғни бұл екеуі комбинация. Всегда бірге жүреді. Сондықтан бұл бізде комбинация, үштік комбинация, үш насып жар дейміз. Статусы 26-ның. 26-ның статусы комбинация, үш насып немесе жар. Түсінікті. 24-ның статусы. Бисултанин. Тануин сразу бізде дыбыс екені. Тануин тек дыбыстарда келеді. Бұл бізде подсказка. Тануин 24-ның статусы. Рафқа насып жар қайсысы? Достар, беседе отырайық. Бисултанин статусы. Рафқа насып жар. Тануин тек дыбыста келеді. Мысалға міне. Мына кесі муслим кестесіне муслимун. Бисултанин жоқ ұқсамайды. Муслиман насып ұқсай ма? Жоқ ұқсамайды. Бисултанин. Муслимин. Соңғы дыбысы міне. Тануин. Касралы тануин. Муслимин жар болып тұр. Касралы тануин жар болып тұр. Түсікті ма? Қай ереже дейді. Жар дейді. Асхат. Сіз жаңадан оқып отырсыз. Жар дейді. Так. Бізде неше адам отыр өзі? Керемет. Мына бір бітірсекші. Сосын қайталап жібереміз бір ережелерді. 22. Әл-хизбайни. Статусы. Қандай? Рафа насып жар. Қай ереже? Ережені өтіп тастадық. Қайталап шығарымыз. Мына жаттауды білсек. Сұрақ 22. Әл-хизбайни деген исім сөзінің статусы. Рафа насып жар. Қайсысы? Ол үшін біз комбинация ма, дұрыс па соны білеміз. Бірінші комбинация болса іздейміз. Соңғы комбинацияны іздейміз. Әл-хизбайни. Қайсына ұқсап тұр? Комбинация бізде мына алтауы. Мына кестені міндетті түрде жаттауы керекпіз. Муслимани екі рафқа ұқсамайды. Муслимайни екі насып. Муслимайни әл-хизбайни екі насып жар. Керемет, Жасмин. Өте дұрыс. Муслимайни екі насып жар. Осы комбинация ұқсап тұр, яғни сол жауабы екі насып жар. 22-нікі. Керемет. 20-шы. Башарун. Статусы. Рафқа насып жар. Тануин подсказка айттық. Тануин болса сразу біз дұрысқа кетеміз. Себебі комбинацияда байқасаңызда тануин жоқ. Тануин болса ауыр тұру. Тануин болса, значит, дыбыстан іздейміз. 20. Рафқа дұрыс. Муслимунға ұқсап тұр. Муслимунға кетті міне. Бір рафқа. Керемет. Келесі. 18.
Так, 18 өткен жоқпыз. Әл-арди. 16. Рафқа насып жар. Тез. Әл-арди. 16. Статусын айтып көрейік 16-ны. Әл-арди. Жер деген ғой, жер. Роббис самавати вал ард деп көп жерде келеді. Ард деген бізде жер деген, арабша жер деген сөз. Қайсы статуста тұр? Жар дейді, керемет. Дұрыс. Сұрақ 14 өткен жоқпыз. Так. Сабиран. Статусы сабырлы деген сөз ғой. Сабырлы деген сөз қайсы статуста тұр? Сабиран. Қайсы статуста тұр? Тануин сразу бізде. Бізде подсказка. Тануин бізде дыбыстан іздейміз. Бірінші қатырын іздейміз міне. Бірінші қатырдың бәрі тануин. Сосын жеңіл түрде болады. Муслима, муслими. Насып дейді. Керемет. Сабиран, насып дұрыс. Так. Тағы. Кіші аз қалып. Ой. Он. Әл-бахрайни. Әл-бахрайни. Қайтып қалды. Интро. Әл-бахрайни. Қайсысы? Он. Әл-бахрайни. Статусы. Мен суретін санмай қалды. Не екенін білмей қалдым. Әл-бахрайни статусын айту керекпіз, достар. Әл-бахрайни. Әл-бахрайнидің статусы іздейміз. Комбинацияны бірінші. Комбинацияны іздейміз. Муслимани ұқсамайды. Әл-бахрайни. Айни, муслимайни. Екі жар насып, керемет. Он. Бахрайни статусы екі насып немесе жар. Дұрыс. Алда сақтыра, оны точно білеміз. Қайсы точно екі жар, точно екі насып дегенде алда уақытта білеміз. Әзірге екі насып немесе жар. Дұрыс. Әл-бануна. 28. 8-ші. Әл-бануна статусы рафа насып жар. Әл-бануна. Бір-екі сөз қалды, сонымен жаңа тақырып. Әл-бануна статусы рафа насып жар. Бұл комбинация ұқсап тұр. Әл-бануна. Комбинацияны мұна кестен жаттауы керекпіз. Муслимайни. Әл-бануна ұқсамайды. Сонда қайсына ұқсап тұр? 3 рафқа керемет. Өте дұрыс. Муслимуна. Мінтір. 3-тікте рафқа деген жолда тұр. 3 рафқа. Әл-бануна. Керемет. Айваджан. Тануин сразу айтады. Тануин. Айваджан. Алтын статусы қанша? Қандай? Рафа насып жар. Бұның бәрі айваджа қисық деген сөз ғой. Бұның бәрі Құрандағы сөздер. Айваджа. Қай статуста тұр? Тануин сразу. Тануин болса дыбыстан іздейміз. Муслимун, муслиман, муслимин. Насып. Дұрыс. Мәкесина. Комбинация немесе дыбыс. Мәкесина. Ина деген бізде таныс жатыр. Ина. Комбинацияны іздеп көрейік. Муслимайни, айни жоқ. Муслимуна, жоқ. Мәкесина. Муслимина. Дұрыс. Төртті айтқан жоқпыз да? 3 жар немесе насып керемет. Мәкесина, муслимина. Мынаған ұқсап тұр. Комбинация, яғни 3-тік жар немесе насып. Дұрыс. Так. Енді әл-китаба. Бұл оңай ғой. Әл-китаба. Рафқа насып жар. Әл-китаба. Әл-китаба деген қай статуста тұр? Әл-китаба.
Әл-китаба бізде жеңіл түрі ғой, дыбыстың жеңіл түрі, яғни насыпта тұр да, насыпта тұр. Жақсы. Енді жаңа сөздер. Қараңыздар. Мына муслим, мына кестені жаттап аламыз деп айттық та. Бұл бізде мұсылман ер адам деген сөз ғой мынау. Мужской родтағы сөз ғой. Жар дейді. Қай жар деген қайсысы? Әл-китаба. Әл-китаба. Әл-китаба бізде насып қой. Ясмен жар деген қайсысы? Әл-китаба бізде насып деген сөз. Ол муслиман немесе муслима. Енді мына кесте бұл бізде мужской родтағы сөздер. Егер муслим ер жігіт болса, мысалы, бір ер адам болса, муслимун дейді, муслиман немесе муслимин. Екі ер адам болса, муслимани, муслимайни, муслимайни. Көп ер адамдар болса, муслимуна дейді. Муслимина, муслимина. Түсінікті ме, достар? Бұл мужской родтағы кесте. Муслимун, муслиман, муслимин. Мына муслимуна, мына комбинация, мына көптік комбинация. Бұл адамда, тек қана адамдарға, жындарға, періштелерге ғана қолданады. Мысалға, муслимуна, әл-кафируна деген сөз болса, ол тек адамдар қатысы, адамдардың тобына қолданады комбинация. Уна, ина, үштік. Түсінікті ме? Мына мужской родтағы уна, ина деген белгілеп қойдың ма? Сол тек қана ақыл иелері, яғни адамдар, жындар, періштелердің тобына ғана қолданады. Енді мұсылман қыз дейтін болса, онда оны арабтар басқаша айтады. Оларда женский род деген бар. Мұсылман қыз дейтін болса, мұсылман ер ғой, мужской родта. Енді женский родта оларны муслиматун дейді. Міне. Қараңыздар. Қалай не өзгеріпті айтайын сіздерге. Қараңыздар. Муслимун. Так, шрифт үлкейтіп жіберейін. Муслимун бұл бізде көрініп тұр ғой да. Муслимун дегеніміз бұл бізде бір мұсылман деген сөз. Мұсылман ер адам. Раф астасын тұр. Муслиман бір ер адам насып деген сөз. Келесі муслими бәрі бір мұсылман туралы айтып жатыр. Мұсылман ер адам туралы. Енді мұсылман қыз дейтін болса, онда олар тамарбута деген бар. Сол әріпті қосады міне. Муслиматун дегенде қосады. Муслиматун міне. Мына әріп міне. Хиджаб дейді, тамарбута дейді міне. Осы әріпті болса, бұл женский родты білдіреді міне. Муслиматун бұл бір қыз деген сөз, мұсылман қыз деген сөз міне. Тамарбута. Түсінікті ме? Енді бұл рафқа түріндегісі. Енді насып түріндегісі, мұның жерде әлістің кетті ғой. Муслиман насып болса, енді женский роды бұның муслиматан болады. Муслиматан, муслиман, муслиматан женский родта. Сол сияқты бұғанда муслима тамарбута қосылады. Тамарбута дейді, муслиматин. Міне. Рафқа насып жар. Оның белгілері міне. Тәнуиндер ғой. Ештен өзгерген жоқ, тек әріп қосылды. Дыбыстары сол баяғы дыбыстар. Муслиматун, муслиматан, муслиматин. Муслиматун женский родта тұр, бірақ насып. Бұл да рафқа. Рафқа деп қойық. Бұл да рафқа. Муслиматун рафқа. Мынау насып, муслиматан женский родтағы насып, муслиматин
бұл жар. Женский родта қолданылады ғой үшін. Енді бұл бірліктер, ал бізде комбинациялар бар ғой бізде. Олар қалай болады? Олар былай болады. Олар қалай болады? Так, муслиматун. Біз мана комбинация әни, муслимани деген бар ғой комбинация. Бұл осыған жалғанады. Комбинация, екі комбинация бар ғой. Екілік комбинация. Мынау бірлік, рафқа насып жар, женский родтағы сөздер ғой. Енді екілік болса муслиматани вот. Муслиматани. Қазір бұл комбинациясы. Муслима қайтып болды. Міне ани деген комбинация мужскойда болды ғой. Муслиматани. Ани деген комбинация қосылады. Міне екілік форма. Рафқа түрі женскийдің. Енді муслиматайни. Айни деген қосылып тұр. Айни. Осы қайталанады тағы да сол. Насып пен жар бірдей. Екілік. Женский родта екілік насып қой. Муслиматани. Екі рафқа. Женский род. Муслиматайни. Айни деген комбинация қосылып тұр. Міне. Комбинация бізде. Ани. Муслиматун. Бір рафқа. Муслиматани. Ани деген қосылып тұр. Екілік рафқа. Муслиматан насып бірлік. Екілігі муслиматайни. Муслиматайни. Айни деген бізде комбинация қосылып тұр. Көрдіңіз бе? Мана мұсылман муслимді ұқсас қой. Бірдей. Ұқсас емес бірдей. Міне келесі екілік жар, ол да бірдей. Муслиматайни. Түсінікті ме? Бұл женский родтағы сөздер. Енді мына қатар бізде. Мына сөздер бізде. Бірлік. Муслиматун. Рафқа бір женский родтағы, бір женский род рафқа дейміз. Муслиматан. Женский род. Муслиматин. Женский род насып. Муслиматин. Женский род жар. Түсінікті ме? Муслиматани. Екілік. Ани комбинация қосылып тұр. Екілік рафқа женский род. Муслиматайни. Екілік рафқа насып. Екілік насып женский род. Муслиматайни. Айни деген қосылып тұр. Комбинация. Сондықтан бұл екілік. Мына екеуі бірдей. Муслиматайни. Бұл екілік насып немесе жар. Енді бізде үштік бар ғой, мұсылман кесесінде. Үшіншісі қалай болады? Үшіншісі сәл өзгешелеу болады. Муслиматун болады. Муслиматун былай болады. Муслиматун. Бұл үштік рафқа женский род бар. Муслиматин. Үштік насып женский род бар. Насып пен бұл да бірдей болады. Муслиматин, насып пен жар бірдей болады. Бірақ бұл женский родталар ғой. Муслиматун. Бір рафқа женский род. Муслиматун. Бір рафқа женский род. Муслиматан. Бір насып женский род. Муслиматин. Бір жар женский род. Муслиматани. Екі рафқа женский род. Муслиматайни. Айни комбинация. Женский род. Муслиматани. Екі рафқа женский род. Муслиматайни. Екі насып женский род. Муслиматайни. Екі жар женский род. Енді мынада үштікте муслиматун. Бұл жерде бізде комбинация қосылып тұр. Міне муслиматун деген.
әтун деген комбинация үштікте, женский родта. Міне, әтин үштік насып. Үштік насып пен үштік жар женскийде бірдей. Міне. Муслиматин насып, муслиматин үш жар женский род. Түсінікті ма, достар? Женский род түсінікті ма? Енді мына кестеден бірге келтірейік. Мынаны қиып алайық. Міне, мына жерде кесте жазылып тұр. Міне, муслиматун бір рафа, муслиматан там арбута болса, там арбута дейді мынаны. Женский род, бір женский род. Мынау муслиматин. Ала, достар, түсінікті ма? Бізде муслим кездессе екеу сонымен. Бұны жаттауға керекпіз. Осы кестеден жаттап алу керекпіз. Бірінші мужской род, мынау мужской род, екіншісі женский род. Міне. Бүгінгі өтіп новый, жаңа тақырып міне. Муслиматун. Муслиматун. Бір рафа, женский род. Муслиматан. Бір насып. Бұл, мына бірінші қатар бізде дыбыспен бітіп тұр. Статустары ғой, белгілері. А мына соңғы екеуі болды комбинация. Муслимун сияқты. Мына комбинация. Комбинациясы қандай? Әни, мұн жақтарда бірдей. Әни, екілікте бірдей. Әйни, комбинация екілік. Үштікті кішен өзгеше мұсылмандықтан. Женский родта. Әтун бұл. Үш рафқа женский комбинация. Әтин. Үш насып женский. Әтин. Үш жар женский. Комбинация бұл. Достар, түсінікті ма? Сонымен біз комбинация түсінікті болды ма? Неше комбинация өттік бұл? Біздің өтіп атқанымыз статустың түрлері. Так, есімнің статусы. Есім төрт сипаты бар дедік, сипаты. Төрт сипаты дедік. Біріншісі ол статус. Біз статусты өтіп атырық. Статус. Енді статустың нелері бар? Бірінші түрлерін өттік. Түрлері. Түсінбетті де ғой, түсінбетті деген. Түрлері. Рафа, насып, жар дедік. Бұл статустың түрлері. Енді бүгінгі біздің өтіп атқан сабағымыз, бүгінгі темамыз. Белгілері. Статустың белгілері бар екен. Белгілері. Қандай белгілері бар? Бірінші белгісі. Дыбыс арқылы. Дыбыстар арқылы. Un немесе у. Ол бізде рафқа болады. Оны қайдан алып отырық? Дыбыстарды міне. Муслиматун. Мына бірінші қатар ол дейді дыбыс бізде. Тәнуин. Un немесе у. Муслиматун. Бұл ауыр түрі жеңіл болады. Муслимату. Түсінікті дейді. Муслиматан. Бұл бізде насып дыбыспен бітіп ән. Бұл ауыр түрі, жеңіл түрі бар. Муслимата. Муслиматин. Бұл бізде жар дыбыспен бітіп ин деген. Тәнуин. Тәнуин бұл бізде дыбысты білдіреді ғой. Түсінікті ғой. Тәнуинді көрсек, бұл сразу бірден дыбыс дейміз. Міне, муслиматун. Un немесе у бізде рафқа. Келесі. Муслиматан. Ан немесе а. Бұл бізде насып. Дұрыс қой, дыбыс. Келесі муслиматин. Міне, муслиматин. Тәнуинмен бітір. Ин немесе и болса,
бұл бізде жар болады. Түсінікті? Дыбыс. Енді бұл дыбыс оңай. Бүгінгі тақырыбымыз комбинация. Келесі есімнің белгілері міне. Статустың белгілері комбинация. Дыбыспен бітетін айттық. Енді комбинация дейік. Комбинация. Белгілері ғой бұл. Статустың комбинация. Әріптердің комбинациясы. Әріптердің комбо деп қояйық. Комбо. Қандай? Екілік бар. Екілік комбинация бар бізде. Бірінші, екілік комбинация. Екілік комбо. Кім біледі? Екілік комбо қандай? Екілік комбинация. Мынаны сұрап отырмын мен. Екілік комбинация дегеніміз